кең ашқан керегесін тектілік танытқан, отбасы шағын отан дәстүрге халықтан қаныққан. Отбасы бақыттың бастауы, отбасы болашақ аспан. Ата, әже, әке, анашым, тәуелсіздік деген не? Ынтымақ па, бедей ме, жұрт па, ұлт па, сыры жатыр тереңде, тыншу бермей өмірден. Нәрсені шолдым кен, бұл сұрақты үйдегі әр адамға қойдым мен. Тәуелсіздік ел болу, ынтымақпен өрге озу, еркін және өзге елмен терезесі тең болу, өз меншігін таудала, көкке өрле самғада. Тәуелсіздік дегенім тыныштығы елімнің, еңбек ету адалдап, барға жасау қанағат, ол ғажайып ертеңің. Болашаққа серпін көкке атады бөркін жұрт, тәуелсіздік ынтымақ, тәуелсіздік береке. Балам, Ермат, елге қоныс мәңгі құт, бол жарығым дәу жігіт, тәуелсіздік төл теңге, қорған болғын еліңе. Тәуелсіздік туымыз, тәуелсіздік сырымыз, арналады тек саған әнменен күй жырымыз. Отбасы біздің негізіміз. Туып өсіп, өмірге алғаш қадам басқан ақ ордамыз. Тәрбиеміздің алтын діңгегі, қасиетті мектебі. Отанға деген азаматтық сүйіспеншілік, отбасына деген перзенттік сүйіспеншіліктен бастау алмақ. Отбасының ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға келмейді. Ата-ананың балаға деген тәрбиесінің орнын басқамен толтыру мүмкін емес. Отбасы мүшелерінің жас шамасы әртүрлі болса да, олардың арасында бір-бірімен рухани жақындығы, ынтымақтастығы бар. Үлкенге құрмет, кішіге ізет отбасынан бастау алады. Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те шаңырақтағы үлкендердің шын ықылас пейілменен баланың көкірегінен орын тебеді. Отбасында адал, жақсы тәрбие алған бала ертең елінің патриот азаматы болып шығады. Сондықтан да отан отбасынан басталады.